қазіргі таңда жедел жәрдем қызметі бүкіл облыс бойынша қызмет көрсетіледі. Айтап өткендей, 2017 жылы 3 шілдесінде министр, денсаулық сақтау министрінің шыққан бұйрығына сәйкес барлық аудандағы жедел жәрдем бөлімшелері мен жедел жәрдем станциялары бір орталыққа біріктіріліп, қазір облыстық жедел жәрдем станциясы болып құрылды. Бұның негізгі мақсаты осы бүкіл аудандағы, бүкіл облыстағы жедел жәрдем бригадаларын біріктіріп, үлкен бір диспетчерлік орталықтандыру болып табылады. Сол арқылы біздің диспетчерлер жаңағы барлық облыстағы бригадаларды бақылауда ұстайды. Ол дегеніміз біздің шақыртуға кешігусіз баруды, және де басқа жаққа бригадалардың басқа жұмыстармен өздігінен кетіп алуға, алдын алуға болады. Және сонымен қатар жедел түрде түскен шақыртулар болатын болса, ең жақын бригаданы диспетчер анықтап, соны тез арада жеткізуге мүмкіндік туады. Осының арқасында қазір 2018 жылдың желтоқсан айынан бастап осы жүйе іске қосылды. Сонымен қатар айтып кететін жайт, осы 2019 жылдың 29 тамыз айынан бастап осы облыстың барлық түкпір-түкпірінен келіп түсетін қоңыраулар, 103-ке келіп түсетін қоңыраулардың бәрі осы Ақтау қаласындағы диспетчерлік қызмет орталығына келіп түседі. Осы жерде келіп түскен барлық шақыртулардың бәрі сараланып, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші категорияға бөлініп, өз дәрежесінде тез арада бригадаларға таратылады. 450-ші бұйрыққа сәйкес барлық шақыртулар 4-ке бөлініп, және өзінің жету уақыты болады. Мысалы, 1-ші категория болса 10 минутта, 2-ші категория болса 15 минут, 3-ші категория болса жарты сағат, ал 4-ші категориясы 60 минутқа дейін жету межеленген. Осыған байланысты біздің диспетчерлер әрбір шақыртуды саралап, әрбір бригадаға бөліп, 10 минут ішінде, 15 минут ішінде барлық шақыртуға жедел түрде жетеді. Сонымен қатар тек қана бұл шақыртуларды ұйымдастыру емес, тек қана әрбір шақыртуда жүрген бригадалар, машиналардың, және санитарлық автокөліктерінің барлығына да дерлік GPS қондырғысы орнатылған. Сол GPS қондырғысы арқылы біз бригаданың қай аймақта, қай жерде, қай көшеде жүргенін біз бақылай аламыз онлайн режимде. Және де егер мекен жайды таппай жатса, осы диспетчер арқылы біз көмек бере аламыз, оларға нұсқау бере аламыз. Бұл неге шақырған жерге тез арада жетуімізге мүмкіндік туады. Сонымен қатар бұның тағы бір артықшылығы, биылғы жылда барлық қызметкерлер, барлық бригадалар осы барлық жерде біріктірілген соң бір ғана басшы болады. Ол өйткені себебі бұған дейін көптеген қиындықтар туындаған. Мысалға, әр ауданда өзінің аурухананың басшысы болған. Мысалға, екі ортада үлкен бір жол көлік оқиғасы түсетін болса, екі ауданның тура шекарасында, соның екі ауданда басшылар арасында тартыс болады. Сен бар дегендей. Осындай олқылықты оқиғалар туындамау үшін бүкіл жедел жәрдем қызметкерлерін бәрін біріктіріп, бір облыстық жедел жәрдем станциясына қосылды. Сонымен қатар санитарлық авиация бөлімшесі де осы облыстық жедел жәрдем станциясына біріктірілді. Себебі облыстағы барлық науқастардың өте өміріне қауіп төнетқан науқастарды тез арада тасымалдауға және орталық ауруханаларға жеткізуге шешім қабылдауды, яғни орталықтандырылған болу керек, яғни бір жерден ғана шешілу керек бұл мәселе. Бұрынғы жағдайда дәл осындай өте қиын жағдай. Әр аудан басшылары өздерінің нелерін тартады жан-жаққа қарай. Сондықтан ондай болмау үшін санитарлық авиацияны бір жерге біріктіріп, осы бүкіл жедел жәрдем қызметін бір орталыққа бағындырып қойған.
Қазіргі таңда жаңа айтып өткендей барлық шақыртулар бір жерге келіп түседі. Түскенде де шақыртулардан көбінесе неге түсіп ала алмайды? Көбінесе осы тұрғындардың шағымдану себебі кешкі сағат 6-дан бастап 12-ге дейін телефон шалып ала алмаймыз деп шағымдануда. Оның негізгі бір себебі емханалардың таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі жұмыс жасау уақытының шектелуі. Яғни соның арқасында таңертең кешке дейінгі науқастар емханаға қаралады, ал одан кейін жұмыстан кейін келіп үйінде жатып ауыратындар бар. Осылар күніге осы кешкі 6-тан кейін уже соға бастайды. Өйткені емханалар бәрі жабық, жұмыс жасамайды. Сол уақыттан бері осы түнгі сағат 6-дан кешкі 6-тан бастап 12-ге дейін өте көп мөлшерде шақыртулар, қоңыраулар түсе бастайды. Сонымен қатар жай ғана кейбір тұрғындар жай ғана қан қысымын өлшету үшін, немесе дене қызуын өлшету үшін шақырады, немесе кеңес алу үшін шақырады. Сол үшін қоңыраулар өте ұзақ уақыт ұсталып тұрады. Солардың арқасында мүмкін диспетчерлер босай алмай қалады, мысалға. Ал оны осы емхана деңгейінде, учаскелік дәрігерлер деңгейінде бұл мәселенің бәрін шешуге болады деп ойлаймын. Себебі емханалардың дәрігерлері, учаскелік дәрігерлері барлығында созылмалы аурулар бар, диспансерлік учетта есепте тұрған науқастарды жұмыс жүргізілсе, 100% қамтылып, бұндай көптеген шақырту қоңыраулар түсуіне алдын алуға болады. Яғни дегенмен мысалы қажетті деген жедел жәрдем көмегіне мұқтаж адамдарға біз уақытымен көмек көрсете аламыз, мүмкіндік туады. Осы жедел жәрдем бригадасының шақырту орнына кешігудің тағы бір себебінің бірі көбінесе осы кешке қарай жол кептелісі, яғни кейбір жүргізушілердің жол бермеу. Жедел жәрдем, яғни арнайы көлікке өзінің несі болады, сирена мигалкасымен келетін кезде оған ешқандай да жол бермейтін жүргізушілер болады. Бұндай жағдаймен біз айына бір рет полиция қызметкерлерімен бірлесе отырып акция жүргіземіз. Жедел жәрдем көлігіне жол бер деген акцияны ай сайын өткіземіз. Бұл дегеніміз шақырту орнына жедел жәрдем көлігінің уақытымен баруына өз септігін тигізеді деп ойлаймын. Қазіргі таңда бізде кадрлық жетіспеушіліктер өте көп. Себебі Маңғыстау облысында кадрлерді жоғары білімді, жоғары білікті медицина қызметкерлерін, яғни дәрігерлерді дайындау үлкен жоғары оқу орындары жоқтың қасы. Осының арқасында бізде жедел жәрдемде өте тапшы болып есептеледі. Сонымен қатар орта буын қызметкерлер, фельдшерлер, оларды да біз көбінесе мұнда жұмыс жасап жүреді. Өз опыт жинайды, осы жерде жүріп, ол өте опыт жинап жүріп, олар кейін 3-4 жылдан кейін олар кетіп қалып жатыр. Яғни өзінің әрі жұмысына байланысты. Барлық қызметкерлер осы өзінің жұмыс өтілін именно жедел жәрдем станциясынан бастайды. Неге? Себебі бізде тезірек опыт алуға мүмкіндік болады. Сонымен қатар санитарлық автокөлік мәселесі бойынша бізде қазіргі таңда облыс бойынша 63 көлік бар. 63 көліктің 43 көлігі тәулігіне линияға шығып тұрады. Қалған 20-сы бізде ремонтта. Оны күнделікті ремонтта үлкен қаражатты қажет етеді. Сонымен қатар осы байланысты қазіргі 43 көліктің 70% өте моральдық шаршаған. Яғни көбісі 5 жыл, 7 жылдан асқан жұмыс өтілі. Бізде заң норматив бойынша жедел жәрдем көлігі 5 жылдан 7 жылға дейін уже оны ауыстыру керек, оның бәрін. Осыған байланысты біз жергілікті акиматқа, денсаулық сақтау министріне жедел жәрдем көлігімен қамтамасыз ету туралы хаттар жазылған бірнеше рет. Бұйырса, биылғы жылы 2019 жылы республикалық бюджеттен автокөліктер бөлінуге бұйрық шығарылды.
осы 2019 жылдың соңына дейін жаңа көлікке ие болатынымызға енді сенімдеміз.